Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар легі және студияда мен Толқынбат Алва. Алдымен басты жаңалықтарға тоқтала өтсек. 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Жеңістің 71 жылдығы Балқашта қалай аталып өтті? Осының бәрі ата-анамыздың, ата-бабаларымыздың еңбектеріне байланысты. Жүзден жүйрік балқашықтар 59-шы рет қашықтыққа жүгіріп сынға түсті. Кеші жайлы сыр Мағауия Хамзиннің інісі Данилия Хамзин біздің студияда қонақта. Мағауияның бір ерекше қасиеті нені жоқ. Ұлы жеңіс ұрпаққа аманат. Сұрапыл соғыстың сойқанын тыйып, бейбіт ғұмырдың бақытына бөлеген ұлы жеңіске биыл 71 жыл. Ал 9 мамырда осы Ұлы Отан соғысының аяқталған күнін күллі жұртшылықпен балқаштықтарда атап өтті. Ел үшін тынбай еңбек еткен батырлармен қоса бабалар ұрпақтары сап түсіп, мәңгілік алау маңына дейін жүріп өтті. Және де өңірде мәңгілік өшпес полк акциясы да ұйымдастырылды. Желтоқсан көшесінің бойында жеңістің 71 жылдығын тойлау таңсәріден басталды. Ерлікке бас иіп, қасиерлі мерекенің қаһармандарын ұлықтауға келген көпшіліктің назарына концерттік бағдарлама ұсынылды. Әскери кеңес жастар соғыс жылдарына қойылым көрсетіп, өткен күнді еске алды. Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, кто ковал победу на фронтах и в тылу, кто приближал этот великий день. Наш долг и святая обязанность хранить память о героизме солдат Победы, передавать из поколения в поколение нетерпимость к войне и фашизму. Ұлы Отан соғысына 35 миллион адам, соның ішінде 1,5 миллион қазақстандық қатысты. Оның ішінде 100-ге тарта балқаштықтар болды. Қан майданда ел үшін, жер үшін шайқасқа түскендердің көбісі елге орала алмады. Десе де, бейбіт күнді сыйлаған батырлар мәңгі есте. Үлкен әкем Қалиолла, соғыс мүгедегі. Өз әкем Алипов Өміртай. Соғысты Москва түбінен бастап Берлинде бітірген. 12 жауынгерлік марапаты бар. Сол соғыстан екеуі де тірі келді, әйтеуір тәуба. Менің атам, шешемнің әкесі 41 жылда соғысқа барған. 45-те Берлиннен қайтып келді. Мынау сурет Польшада 44 жылда түсірілген. Өзі 45 жылға келгеннен кейін осы Балқаш Қарағанды бойда тұрды. Цель! Огонь! Соғыстың салған жарасын, ауыр азабын ешкімде ешқашанда ұмытпақ емес. Балқаштықтар мәңгілік алау маңына келіп, батырларды 1 минут үнсіздікпен еске алып, бабалардың аруағына тағзым етті. 9 май бұл біз үшін өте қымбат мереке, себебі біз үшін жан пида болған ата-бабаларымызға 9 майға әрдайым келеміз, біз бағалаймыз. Жеңіс күні бәрімізге де қадірлі қасиетті. Өйткені ата-бабаларымыздың жеңісі. Бұл жеңіс болмаса, бұлар болар ма еді, мұндай өмір сүрмес пе едік. Осының бәрі ата-анамыздың, ата-бабаларымыздың еңбектеріне байланысты. Ол ата-бабаларымыздың біз үшін, біздің жеріміз үшін қан төгіп алып берген жері ата-бабаны сыйламай 9 мамыр күніне келмей деген қызық болар еді деп ойлаймын. Ал одан кейін бұл күннің басты куәгерлері палатка ішінде бас қосты. Алайда дастархана қаламыздағы көзі тірі 7 ардагердің бәрін көру мүмкін болмады. Кейбірі денсаулықтарына байланысты салтанатты шараға қатыса алмады. Толқынбат Алва, Думан Қалбаев, Өркен медиа. Ешкімде ештеңе де ұмытылмайды. Ұлы жеңіс мерекесіне орай Кеңес одағының батыры атағын алған майдангерлердің зиратына жөндеу жұмыстары жасалды. Айта кетейік, соғыс кезінде көзсіз ерлік үшін берілетін ең жоғарғы құрметті атаққа қаламызда тұрған 7 жауынгер қол жеткізген. Және 3 майдангердің денесі Балқашқа жерленген. Олар Закир Асфандияров, Николай Калмыков пен Василий Спицын. Соңғы екеуі даңқ орденінің толық кавалері. Бұл батыры атағына теңестірілген жауынгерлік жоғарғы марапат. Ал батырлардың басына жөндеу жұмысы былтыр көтерілген мәселе болады. Басына мынандай ескерткіш қойылу бұл бірталай өмірге жеткілікті. Оның осыдан 70 жылдықтың алдында 5-6 жыл бұрын осы мәселе көтерілген болатын. Бірақ бұны шешуін таппап еді.
шешуін таппай, даже 70 жылдыққа да шешуін таба алмай едік. Мына кісілерге үлкен рахмет. Ал батырлардың зираты демеушілердің көмегімен жөнге келтірілді. Сарықазына мен Арыстан Випстрой және ICC компаниясының өкілдері қабірі басына ескерткіш тақта орнатып, айналасын сырлап, ұсақ тас төсеген. Және олар мұндай игіс азаматтық парызымыз деп біледі. Біз жасаған көмек ол кісілердің ерлігінің қасында ештеңе де емес. Олар ел тыныштығы үшін, отан үшін күресті. Сондықтан да болашақ ұрпақ ол кісілер алдында қарыздар. Ал Балқашта жеңіс күніне арналған дәстүрлі жеңіл атлетикадан эстафета өткізілді. Осымен 59-шы рет ұйымдастырылған шараға мектеп оқушылары, студенттер мен мекеме қызметкерлері қатысты. Олар қашықтыққа жүгірмес бұрын Мәдениет сарайының алаңында Қарағандыдан бастау алған алғыс айту кітап эстафетасын қабыл алды. Оған өңірге танымал спортшылар тәлімгерлеріне алғыстарын білдіре отырып, қолтаңбаларын қалдырды. Ал кейін бұл эстафета ағымдағы жылдың желтоқсан айына дейін барлық өңірлерді аралап шықпақ. Эстафета нәтижесінде оқушылар арасынан нөмір 1-ші мектептің қыздары үздік атанса, 16-ші мектептің ұлдары межеге бірінші болып келді. Ал студенттер арасынан Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінің өкілдері 100-ден жүйрік атанды. Және мекеме қызметкерлерінен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің бірінші тобы алтыннан алқа тақты. Сонымен қатар Балқашта жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында дзюдо күресінен қала біріншілік өтті. Дәстүрлі түрде жылда ұйымдастырылатын спорттық додаға саяқ, орта дересін сынды елді мекендерден және қалалық спорт мектептерінен жалпы саны 200-ге жуық балуан қатысты. Спортшылар жастарына қарай өзара екі топқа бөлінді. Алғашқысында 9-11, ал кейінгісінде 12-14 жастағылар. Жайылған екі татамиде күшін асқан өрендер 25 салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Ал олардың басты мақсаты осы турнирде мейлінше тәжірибе жинап, алда өтетін облыстық республикалық жарыстарда лайықты өнер көрсету. Осы жарыстан жеңімпаз болғандар осы мамырдың 14-16 аралығында Жезқазған қаласында Қарағанды облысының біріншілігі өтеді. Сол біріншілікке осы жарыстан ұтқан жеңімпаздарымызды сол жарысқа апарамыз. Белдесулердің қорытындысы бойынша 9 пен 11 жастағы спортшылар арасында ең аз 20 келі салмақта Әділжан Рауан жеңімпаз атанса, ең ауыр 55 келіде Әділжан Тоқтиев бірінші орыннан көрінді. Және 12-14 жастағы балуандар арасында Андрей Овчинников пен Олжас Жұмабаев чемпион деген атаққа қол жеткізді. Қыздарға тоқталатын болсақ, орта дересінен келген Ахниет Балтабек, Назира Тлеубаева, Мадина Әбішева алтыннан алқа тақты. Ал балқашықтардан тек Полина Казанковаға ғана бас жүлде бұйырды. Мен 5 баламен шықтым, 5-еуінде жеңдім. Соңында финалға шыққанда кішкене қорқа бастадым. Алдыңғы жылда 3-ші орын алдым, 2-ші орын алдым. Бұл менің бірінші орын алғаным, өте қуаныштымын.
Шертпе күйдің шебері келер жылы домбыраны әлемге танытқан Мағауия Хамзин 90 жасқа толады. Ал өткен аптада күллі өмірін күйге арнаған Дара тұлғаның туған інісі біздің студияда қонақта болды. 80-ді еңсерген Даниэлия Хамзин ағасының кейбір сырларымен бөлісіп, өмір жолын әңгіме қылды. Қалай үй болып үйленген еске алып өткен, көпке үлгі болған халық әртісінің күйлерін орындады. Бағдарламаның толық нұсқасын бүгін жаңалықтардан кейін сағат 20:30-да тамашалай аласыздар. Қайталау уақыты ертең сағат 11:00-де. Мағауияның күйлерінің бәрі де тарихи тақырыптарға арналған. Бірде-бір тақырыпсыз күйі жоқ. Ол жаңағы кеше коммунистік партия басқарды ғой, сол кезде елесіп отырған. Бірақ Мағауияның бір ерекше қасиеті мені жоқтысы. Мен шығарып едім деп, мысалы әгі миллиардты тастық алып жатқан кезде мен алтын астық деген күйді шығардым деп ешкімге айтқан жоқ. Білген ел оны айтпаса қойсын жерде ешқандай адамдар айтатын жоқ. Ол бір мақталған. Бүгін жаңалықтарымыз осындай. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар легі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.